Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, эфирде төрелік хабары кәмелетке жасы толмағандардың істерін қарау ерекшелігі сот төрелігін жүзеге асыру кезінде өнегелік бастамалардың кең қолдануында көрінеді. Сот қызметіне үлкен тәрбиелік әсері бар жалпы өнегелік принциптерінің педагогикалық әдістерді енгізуден тұрады. Бұл ең алдымен кәмелетке жасы толмағандардың қылмысты қайта жасауынан бас тартуға, қоғамға қарсы психологиясының өзгеруіне ықпал ететіні сөзсіз. Төрелік бағдарламасының студиясында бүгін біз кәмелетке жасы толмағандардың ісін қараудың ерекшеліктерін жан-жақты талқыламақпыз. Хабардың спикері облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Мақсат Ақышев. Қайырлы кеш, Мақсат Амангелдіұлы, кәмелетке жасы толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке тартудың ерекшеліктері қандай? Әңгімемізді алдымен осыдан бастасақ. Саламатсыздар. Енді біздің сот кәмелетке толмағандардың ісін қарау арналған мамандандырылған сот болып танылады. Сондықтан біздің сотта қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер қаралады. Енді кәмелетке толмағандардың ісін қарау ерекшеліктеріне келсек, бұл негізі қылмыстық процессуалдық кодекске сай жалпы тәртіппен қаралады деп көрсетілген, бірақ өзінің ерекшеліктері бар. Яғни мысалы кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының ісін қараған кезде, мысалы кәмелетке толмағандардың ісін тергеген кезде, сотта қаралған кезде, олар мысалы қорғаушыдан бас тартуы мүмкін өзінің шешімімен. Ал кәмелетке толмағандардың ісін қараған кезде, кәмелетке толмағанның қорғаушыдан бас тартуын тергеу органдары және сот қабылдамайды. Өйткені қорғаушының қатысуынсыз қаралған іс кәмелетке толмаған тұлғаның құқығын бұзған болып саналады. Сондықтан қылмыстық процессуалдық кодекске сай кәмелетке толмағандардың ісін қараған кезде қорғаушының қатысуы міндетті деп көрсетілген. Яғни міндетті, бас тарта алмайды деген сөз. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың ісін қараған кезде 16 жасқа толмаған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының істері қаралған кезде, тергеп тексеру кезінде педагог психологтың қатысуы міндетті. 16-дан асқан тұлғаларға ол тергеушінің, тергеу органдарының және соттың, яғни шешімімен қатыстырылады. Осында ерекшеліктері бар. Ал кәмелетке толғандарға ол педагог психологтың қатысуының қажеті жоқ. Қорғаушы да өзінің қалауы бойынша қатысады. Кейбір санаттағы істер бойынша, мысалы, күдікті айыпталушы қорғаушыдан бас тартып, өзі ғана әрі қарай іске қатысып жүргізе беруіне құқылы. Барлық істер емес, арнаулы істер бар. Оның қылмыстық процессуалдық кодексте көрсетілген қандай қылмыстар бойынша қорғаушысыз қатысуға болады деген. Осындай ерекшеліктері бар. Енді кәмелетке толмағандарды, мысалы, сот отырысына шақырудың өзі, яғни олардың заң тұлғалары арқылы жүзеге асырылады, яғни шақыру қағазын жіберу арқылы. Қазіргі енді мысалы SMS хабарлама жіберіледі заң тұлғасының жеке мобильдік нөміріне, сол арқылы шақырылады. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың істерін қарау кезінде заңды тұлғалар міндетті түрде қатысады. Яғни заң тұлға дегеніміз ол ата-анасы, яғни ата-анасының қатысуымен қаралады осы қылмыстар. Осындай ерекшеліктері бар. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін олардың иесінің дұрыстығын тексеруде міндеттеледі. Ал егер оның ақыл есінде ауытқу болса, заң алдында жауап беруден босатыла ма? Мұндай жағдайда оған қатысты қандай шара қолданылуы тиіс? Егер мысалы тергеп тексеру органдары немесе сот органдары ол кәмелетке толмағанның иесінің дұрыстығына күмәнмен қаралса, яғни берген жауаптарынан, істеген іс-әрекеттерінен, онда мынау сот психиатриялық сараптама тағайындалады. Осы сараптаманың қорытындысы бойынша, егер ол адам өзінің іс-әрекетін басқара алмайды және жауап бере алмайды деп қорытынды берсе, ондай кәмелетке толмаған тұлғалар қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Қылмыстық кодекске сәйкес. Кәмелетке толғандарға да қатысты, яғни сондықтан кәмелетке толмағандарға қатысты осындай ерекшеліктері бар. Одан әрі қандай шара қолданылады? Жаңа қылмыстық жауапкершіліктен ол босатылды. Арнайы емдеу мекемесіне жіберіледі? Арнайы емдеу мекемесіне жіберіледі соттың қаулысымен. Сосын мекемеде 6 ай сайын сараптамадан өтіп отырады. Егер жазылып, сараптаманың қорытындысы бойынша қалпына келген жағдайда өзінің істеген қылмысына жауап беретін болса, жалпы тәртіппен, яғни қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Ал егер жазылмай ары қарай ауруы асқына берсе, немесе қалыпты жағдайда сол бір қалыпты бола берсе, онда 6 ай сайын сараптамадан өтіп отырады емдеу мекемесінде. Сосын емдеу мекемелерінің мамандары, дәрігер мамандары өздері шешім қабылдайды, ары қарай қалай болатынына. Ал қылмыстық процестік кодексінде кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша іс жүргізу тәртібі, ол бойынша анықталуға жататын мән жайлар қандай?
кез келген қылмыстық істі қараған кезде сот анықтауға міндетті, яғни біріншіден қылмыс болды ма, болса ол қылмысты осы айыпталып отқан тұлға жасады ма деген. Яғни оның бәрі сот тергеу кезінде іске тірелген дәлелдер зерделеу арқылы жүргізіледі. Яғни жаңағы куәлерден жауап алу, сараптама тағайындау, сонымен қатар іс бойынша басқа да іс құжаттарының негізінде жиынтығында кінәлі немесе кінәлі емес екендігі анықталады. Егер кінәлі болса айыптау үкімі шығады, кінәсіз болса ақтау үкімі шығады. Мақсат Амангелдіұлы, жалпы кәмелетке толмағандардың істері бойынша жариялылықты шектеу қай уақытта жүзеге асырылады? Қолданыстағы қылмыстық процестік кодексте көзделген, яғни кәмелетке толмағандарға қатысты істердің барлығына шектеу қоюға мүмкіндік қарастырылған, бірақ кейбір істер бойынша мынау жыныстық қатынас, мемлекеттік құпияға байланысты, мынау жанұяның құпиясына байланысты істер бойынша міндетті түрде жабық сот отырысында өтеді. Ал қалған ашық сот отырысында қаралатын санаттағы істерде ашық сот отырысында қарау мүмкіндігі қарастырылған. Мысалы, ұрлық, тонау, яғни шабуыл жасап тонау сияқты басқа да санаттағы қылмыстарда оны ашық сот отырысында қарау мүмкіндігі қарастырылған. Кәмелетке толмаған күдіктіні, айыпталушыны, сотталушыны шақыру тәртібі қандай болады? Кәмелетке толмаған күдіктіден, айыпталушыдан, сотталушыдан жауап алу қалай жүргізіледі? Қорғаушының қатысуы қалай қамтамасыз етіледі? Жаңа мен айтып кеттім ғой, яғни кәмелетке толмаған күдіктіні, айыпталушыны, яғни заңды тұлғасы арқылы шақырылу көзделген, яғни шақыру қағазын жіберу арқылы. Сосын егер қылмыстық іс қозғалып, күдіктіден күдікті ретінде жауап алған кезде, ол міндетті түрде қорғаушының қатысуын қамтамасыз етіледі. Оған тергеп тексеру органдары анықтайды, яғни сұрайды мүмкіншілігі, яғни өзінің материалдық жағдайы келе ме, келмей ме. Егер материалдық жағдай келмей жатса, онда тергеп тексеру органдарының қаулысымен оған қорғаушы тағайындалады. Ал егер заңды тұлғалар өздері келісім жасап, қорғаушының қызметіне жүгініп жатса, ол да іс бойынша келісім арқылы қорғаушы қатысуға мүмкіндік қарастырылған қылмыстық кодексінде. Яғни қорғаушының қатысуынсыз егер жауап алынса, ол істеген процестік әрекет заңсыз болып танылуы мүмкін сот отырысында. Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының заңды өкілі сотқа дейінгі іс жүргізуге қатыса ала ма? Педагог пен психолог қай уақытта процеске араласа алады? Заңды өкілі, сосын қорғаушысы, ол кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының ісі қозғалып басталғаннан бастап қатысуға мүмкіндік қарастырылған. Яғни заңды тұлғасы, яғни ата-анасы және қорғаушысы әрбір процестік әрекет жасаған кезде, кәмелетке толмағанға қатысты әрекеттер жасалған кезде қатысуға міндетті. Істі тергеп тексеру органдарынан басталады ғой. Сол уақыттан бастап қатысуға міндетті. Сосын сотқа іс түскеннен кейін барып, соттың алғашқы басты сот талқылауынан бастап қатысу көзделген, яғни міндетті. Заңсыз өкілінің, қорғаушысының қатысусыз қаралған істер заңсыз болып табылуы мүмкін. Мақсат Амангелдіұлы, кәмелеттік жасқа толмағанның жасын айқындайтын құжаттар болмаған жағдайда немесе оның түпнұсқалығына күмән келтірілген тұста оның жас мөлшері қалай анықталады? Бізде мысалы адам әртүрлі дамиды, өседі. Сондықтан жаңағындай егер жасын анықтайтын төлқұжаты немесе жеке куәлігі болмаған жағдайда сараптама тағайындау арқылы анықтайды. Яғни сараптамаға сұрақ қойылады, қай жаста даму деңгейі қандай, мысалы 14 жастағы жасөспірімге лайық келе ме, 15 жастағы лайық келе ме деп. Өйткені бізде мысалы кездесіп жатады, кейбір жасөспірімдер мысалы өзінің жасынан 1-2 жасқа ересек көрінуі мүмкін. Өзінің дене тұрғысынан, даму жағынан, жаңағындай анатомиялық құрылыстарынан ірі болып көрінуі мүмкін. Мысалы 14 жастағы жасөспірім, кәмелетке толмаған жасөспірім, 16 жастағы жасөспірімнің кейпінде көрінуі мүмкін. Сондықтан жаңағындай төлқұжат болмаған жағдайда сараптама тағайындау арқылы немесе куәлердің, сыныптастарының, кәмелетке толмаған тұлғаны танитын азаматтар куәлердің жауаптарынан анықтауға мүмкіндік қарастырылған. Белгілі бір мөлшерде қағазбенен құжат түрінде ол нақтылануы тиіс қой? Әрине құжат түрінде нақтылануға тиіс. Тіпті болмаса соттың шешімімен жасын анықтауға мүмкіндік қарастырылған. Кәмелетке жасы толмағандардың кінәсіздік презумпциясы қай уақытта қолданылады? Енді бізде қолданыстағы қылмыстық заңдарға байланысты ешкімді соттың үкімімен кінәлі болып есептелмеген жағдайда кінәсіз болып танылады. Ешкімді өзінің кінәлі емес екендігін дәлелдеуге міндетті емес. Яғни соттың үкімі шығып, егер соттың үкімі кінәлі болса, сол уақыттан бастап кінәлі болып танылады. Кәмелетке толмаған адамға кешенді психологиялық, психиатриялық және психологиялық сараптама қай уақытта жасалады? Енді сот отырысы барысында, яғни жаңағы айтып отырмын ғой, мысалы
әрекеттерінен, іс құжаттарынан белгілі болып жатса, кәмелетке толмаған тұлға жауап беру барысында басқадай жағдайда күмән туғызатын болса, сот жаңағы кешенді түрде психиатриялық, психологиялық сараптама тағайындауы мүмкін. Яғни жаңағы психиатриялық сараптама дегеніміз оның қылмыстың істеген уақытындағы өзінің әрекетіне жауап бере алуы, бере алмауы, ал психологиялық жағдай ол қылмысты істеп жатқан кезде қалай қабылдауы өзінің. Яғни ол сезінді ма өзінің, мен өзім мынау құқыққа қайшы әрекет жасап жатырмын, осы әрекетім үшін ертең мен заң алдында жауап беремін деген түсінік болды ма, болмады ма, соны анықтау үшін осындай жаңағы кешенді түрде психиатриялық, психологиялық сараптамалар тағайындалады. Соның қорытындысы бойынша сот шешім қабылдайды. Мақсат Амангелдіұлы, кәмелетке толмағандарды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын ұйымға орналастыру немесе патронатқа беру мәселесі қалай жүзеге асырылады? Жетім балалар деген түсінік бар ғой. Сондықтан осы жетім балаларға балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан жетім балаларды кез келген Қазақстан азаматы не шетел азаматы асырап алу мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар бізде мынау республикалық жүйелендірілген есеп бар. Яғни асырануға жататын балалардың есебі. Яғни сол есепке тұрған балаларды кез келген Қазақстан Республикасының азаматы асырап алу құқы көзделген. Сонымен қатар азаматпен және қамқоршылық қорғаншылық органдарының арасында келісім жасалып, жаңағыдай патронаттық тәрбиелеуге берілу мүмкіндігі көзделген. Ол асырап алушы адамдардың өзі бірінші несі дұрыс болу керек, яғни ешқандай жерде психиатриялық, наркологиялық есепте тұрмауы керек, туберкулезный диспансерда. Сонымен қатар сотталмаған болу керек, және баланың әрі қарай толық дамып, білім алып өсуіне жағдай жасалған болу керек. Сол жағдайда келісім шарт жасау арқылы патронаттық тәрбиеге беріледі. Кәмелетке толмаған адамның ісі бойынша үкім шығару кезінде сот шешетін мәселелер қандай? Кәмелетке толмаған тұлғаның ісін қарап сот шешетін мәселе, яғни біріншіден бас бостандығынан айырмау жазасын қарау бірінші. Өйткені бізде кәмелетке толмағандарға бас бостандығын айыру жазасы өте ауыр болады, және сот мүмкіндігінше қоғамнан оқшауламайтын жаза тағайындау мүмкіндігін қарастыру керек бірінші. Сонымен қатар екіншісі жеңілдетілген жаза тағайындауға тырысу керек. Яғни кәмелетке толмағандарға қатысты. Мынау қылмыстық кодексте көзделген қандай жазалар кәмелетке толмағандарға тағайындалады. Сол жазаларды қарастырып, немесе қылмыстық жауапкершіліктен босату мүмкіндігін қарастыру керек. Егер қылмысы аса ауыр болмаса, қоғамға қауіптілігі аса үлкен болмаса, сол қылмыстық жауапкершіліктен босатуды қарастырады сот. Мәжбүрлеп тәрбиелік ықпал ету шараларын қолдана отырып, кәмелетке толмаған адамды жазадан босату қай кезде қолданылады? Алдымыздағы сұраққа сәйкес, яғни қылмыстық егер сот үкімді шығарып, яғни кінәлі деп танып, бірақ жаза тағайындау қажет емес деп тапқан жағдайда жазадан босатып, мәжбүрлеп тәрбиелеу тағайындалады. Қылмыстық кодексте көзделген, яғни ол жаңағындай белгілі бір қызметпен айналысу, ата-анасының тәрбиесіне беру, жәбірленушіге келтірген зияндың орнын толтыру, сонымен қатар мінез құлқына шектеулер қою, осындай жазалар көзделген. Жазадан босата отырып, мәжбүрлі ықпалды түрде тәрбиелеу тағайындалады. Мақсат Амангелдіұлы, бүгін кәмелетке жасы толмағандардың істерін қараудың ерекшелігін заңдық тұрғыда жан-жақты саралап бердіңіз. Заңды түсіндіру дегеніміз бұл кәмелетке толмаған адамға оның әрекетімен келтірілген зиянды және қылмыстық процестік кодексте көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың заңдық салдарын түсіндіру екені даусыз. Бағдарламаға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік хабарының кезекті шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.